Сәлеметсіздер ме? Абдрашева Әлия Қажымқанқызы, Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, гуманитарлық ғылымдардың магистрі. Пән ежелгі дәуір әдебиеті. Тақырып: Ахмет Үйгінеки ақиқат сыйы. Ахмет Үйгінеки 20 ғасырдың көрнекті ақыны. Ақиқат сыйы дастанның зерттелуі, аудармалары, дастанның композициялық құрылымы мен идеялық мазмұны деген сұрақтарды қарастырамыз. Ахмет Үйгінеки 12 ғасырдың соңы Түркістан өңірі 10 ғасырдың басында өмір сүрген орта ғасырлық ақын, хакім, ойшыл. Үйгінеки қазақша Жүйнек қаласында туып өскен. Ахметтің туған жері Түркістанға қарасты Үйгінак деген қыстақ. Қазақтар ол жерді Жүгенек деп атаған. Ахмет жас шағында араб, парсы тілін меңгерген білімді адам болған. Ахмет Үйгінекидің ғұмыры, өмір сүрген ортасы туралы деректер тым тапшы. Зағип болып туып, фәни жалғанның жарық сәулесін көрмей бақиға озған Ахмет жастайынан ілім-білімге құмартып, түркі тілдері мен араб тілін жетік меңгерген. Шариғат қағидаларын жан-жақты зерттеп танып, терең іліміне сай әдип Ахмет деген құрметті атқа ие болған. Ақыл-ойы толысып, діни танымы әбден кемелденген шағында Ахмет Үйгінеки қысқаша тақырыптарға бөліп, ислам құндылықтарына негізделген өлең жырларын өмірге келтіре бастайды. Кейін бұл жәдігерлерліктің басы біріктіріліп, Хибуат Хақаиқ ақиқат сыйы деп аталатын дидактикалық өлеңдер жинағына айналған. Мазмұны танымдық нәрі жағынан алғанда, ақиқат сыйы Әбу Насыр әл-Фараби, Махмуд Қашқари, Баласағұни, Қожа Ахмет Яссауи мұраларымен іштей астасы 9-13 ғасырлар аралығындағы түркі дүниесінің рухани қазыналарының жарқын туындысына айналды. Ахмет Үйгінекидің ақиқат сыйының түпнұсқасы. Ахмет Үйгінекидің ақиқат сыйының түпнұсқасы біздің заманымызға жетпей, бір жола жоғалып кеткен. Ахмет Үйгінеки мұрасының 14-15 ғасыр жасалған 3 түрлі көшірмесі, 3 түрлі үзіндісі бар. Оның ішінде ең ескісі 1444 жылы Самарқандта Арслан Қожа Тархан әмірдің қалауы мен Зәйнүл Әбідін бин Сұлтан Бахыт Журжани Құсайын көшіріп жазылған нұсқа. Көне ұйғыр арагідік арабша хаққа түскен нұсқаның жалпы көлемі 508 жол. Бұл мұра қазір Стамбулдағы Айя София кітапханасы қорында сақтаулы. Екінші нұсқасы Стамбулда 1480 жылы Шайхзада Абд әр-Разақтың ұйғыр және араб жазуымен көшірген 506 жолдан тұратын көшірмесі. Парсыша, тәжікше түсініктемелері бар. Стамбулда Айя София кітапханасында сақтаулы бұл жәдігерлікті Махмудов 1972 жылы алғаш жариялаған. Ақиқат сыйының 3-ші араб нұсқасы 14 ғасырдың ақырында немесе 15 ғасырдың басында 524 жол өлең көлемінде көшірілген болатын. Ол Стамбулдағы Топкапы сарайында сақтаулы. Анкарадағы Маариф кітапханасынан табылған көлемі 4 бет. Берлин ғылым академиясында сақтаулы тұрған 1 бет. Өзге нұсқалардың іс жосықтары Ахмет Үйгінеки еңбектерінің қаншалықты кең көлемде таралғанын дәлелдейді. Ақиқат сыйының бірнеше нұсқасын тауып зерттеген жариялауда Әсім сыйының Арат, Радлов, Ковальский, Сүйіншәлиев, Айдаров, Құршанов, Сағындықов сияқты шығыстанушы ғалымдардың еңбегі зор. Ахмет Үйгінеки ақиқат сыйының 14 ғасырдағы түп нұсқасының фото көшірмесі, транскрипциясы қазақ тіліне қара сөзбен жолма-жол және өлеңмен аударылып 1985 жылы жарық көрген. Дастанның 15 ғасырда қайта көшірілген нұсқасында мынадай жолдар бар. Ахмет әдип атым, үлгі сөзім, қалады мұңда сөзім, кетем өзім. Күз келер, жазда кетер, өмірде өтер, сонымен жұмыларда екі көзім. Әкесінің аты Махмуд Үйгінеки,
Әдіп Ахмет оның ұлы екеніне шүбә жоқ. Әдіптің туған жері Жүйнек деп аталады. Ауасы сондай ғажайып, таза көңілді сергітіп жібереді деген өлең шумақтары бар. Аталған қала жұрты қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан ауданында жатыр. Үйгінеке өз дастанның арнайы әскер басыға тарту еткен болатын. Ал дастанның композициялық құрылымына келер болсақ, дастан ешқандай сюжетке құрылмаған. Ол дидактикалық сарындағы шығарма. Шығарманың әрбір тарауында белгілі бір мәселе жөнінде әңгіме болады. Автор оқушысына тиісінше ақыл кеңес беріп отырады. Бұл дастан өзінің көтерген тақырыбы мен идеялық мазмұны жағынан ақын өмір сүрген қоғамдағы моральдық ұғымдар мен мінез құлық нормалардың жиынтығы болып келеді. Ақиқат сыйы дастанның қазақ тіліндегі прозалық және поэтикалық аудармасын жасағандар Құрышжанов пен Сағындықов болды. Дастан 254 бәйіттен тұрады. Мұның бәрі 14 тарауға бөліп берілген. Дастан Алланы, пайғамбарды және 4 сахабаны мадақтаудан басталады. Шығарманың көркемдік ерекшеліктері не келсе, Ахмет Үйгінеки әрбір сөзді ажарлап та, құбылтып та шебер пайдалана білген сөз зергері. Ақын өзі баяндап отырған құбылыстың ерекше белгілерін ажарлап, көркіне көрік қосып суреттеу үшін теңеу әдісін қолданған. Мысалы, ыспақ саларды теңізге, ал өзін жауын тамшысына теңейді. Ал мұндай тамшылар теңізге құйылып, қымбат маржанға айналады дейді. Ақын екі бірдей ұғымды құбылысты қатар қойып, жұптап суреттейді. Сөзді айшықтап қолданудың түрі параллелизм әдісінде пайдаланады. Мысалы, өмір тәтті бүгін қолын жеткенде, удай ащы ертең тастап кеткенде, қайда бала, сонда арасы бір жүрер, балдан бұрын татып көрші зәрінен, дейді. Қорта келгенде, орта ғасырдағы ойшыл философ Ахмет Үйгінекидің философиялық, әлеуметтік ой тұжырымдары өзінен кейінгі дәуірдегі ойшыл қаламгерлердің шығармаларынан өзінің дәстүрлі жалғасын тапты. Ахмет Үйгінеки өмірдің өзін керуен сарайға теңейді. Өйткені тура керуен сарайы сияқты өмірде мына жалған дүниеге біреулер енді ғана келіп жатса, екінші біреулер тіршілікпен қоштасып өмірден кетіп жатады.